Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің осы бөлім бойынша сабағымызды біз бастаймыз. Ендеше осы нұсқаулық бойынша бүгінгі сабағымызды бастау іс-әрекетін бастасақ. Бірінші, мұғалімнің алдындағы марафон парақшасын алыңыз, парақшаға өз атыңызды жазыңыз, парақшаның түсіне сай белгіленген түске отырыңыз, сабақта өз рөліңізді таңдаңыз. Сары түстер сарыны алады, көк түстер көкті алады, қызыл түстер қызылды алады. Осы түстерге байланысты өзіміздің орындарымызға отырдық. Енді алдымызда берілген бейджикқа біз өзіміздің арнайы берілген рөлдерді бөліп алсақ. Сіздердің топтарыңызда кім зерттеуші болады, кім каллиграф болады, кім спикер болады, ол сіздер өздеріңізді жақсы білесіздер. Сондықтан сол топтың ішінде неге бөлініп алсақ, рөлдерге бөлініп алсақ. Енді біздің бүгінгі тақырыбымыз спорт және демалыс. Ендеше жазылым 2 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай отырып, шағын мақала, нұсқаулық құрастырып жазу. Яғни бүгінгі сабақтың мақсаты бізден не сұрап тұр, не жасайды екенбіз? Нұсқаулық жазу, мақала, нұсқаулық жазу. Оның ішінде бүгінгі сабағымыз, сіз өте дұрыс айттыңыз, нұсқаулық жазады екенбіз. Кеттік. Нұсқаулық ережелер, параметрлер бар ресми іскерлік стильдің жанры. Бұл бір нәрсені орындау тәртібі мен тәсілі. Нұсқаулық түрлері: қауіпсіздік нұсқаулығы, еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулық, тұрмыстық техниканы пайдалану ережелері бойынша нұсқаулық, лауазымдық нұсқаулық, дәрілік препаратын қолдану жөніндегі нұсқаулық. Яғни нұсқаулықтың балалар өте көп түрлері бар екен. Осының ішіндегі көптеген нұсқаулықтың түрлерін біз күнделікті өмірде пайдаланып жүрміз. Нұсқаулық бізге не үшін керек? Нұсқаулық бізге өзіміздің қауіпсіздік ережесін сақтауымыз үшін керек деп ойлаймын. Себебі егер біз нұсқаулықсыз жұмыс істейтін болсақ, бізде өзімізге зиян келтіруіміз мүмкін. Жақсы, тамаша, өте дұрыс айттыңыз. Нұсқаулық бізге барлық жерде өмір қауіпсіздігін сақтау үшін қажет екен. Оқушылар, мынау менің арнайы сіздер үшін түсірген нұсқаулығым, осыған назар аударыңыздар. Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Мен қазақ тіл пәнінің мұғалімі Дархан Шыңғыс Есенғараұлы, әрі әуесқой марафоншымын. Сіздерге марафонға қатысудың кішігірім нұсқаулығын айтып өтейін. Марафонның алдын міндетті түрде жаттығулар жасаймыз. Жаттығуларды өздері көрсетеді, қандай жаттығулар жасау керек екен. Жүгіру кезінде жасау керек жаттығуларды міндетті түрде жасау керек. Ол адамның денсаулығы үшін аса маңызды. Тұрғаннан кейін осындай сөреге келеміз. Мына сөреде бірнеше адам жиналады, өте көп адам жиналады. Одан кейін барып жүгіруді осы жерде бастаймыз. Осындай номердің ішінде чип болады. Сол чиптарды осы құрылғы арқылы қанша минутта келгеніңізді, қанша минутта шыққаныңызды барлығын бақылап отырады. Старт белгісі берілген кезде біз жүгіруді бастаймыз. Қатарыңыздан оза шапсаңыз, дәл осындай марапатқа ие боласыз. Өмірде де, спортта да жеңімпаз болыңыз. Енді оқушылар, бүгінгі сабағымыздың негізгі тапсырмасына келдік. Осы тапсырмада сіздерде алдарыңызда видео қойылған. Сол видеоға байланысты сіздерде алдарыңызда тапсырманы орындау парағы бар. Әр топқа берілген. Сол топтағылар сол сізге көрсетілген видеоны қарасаңыздар, сол видео бойынша сіз ары қарай тапсырманы орындасаңыздар болады. Нұсқаулықты не үшін ағылшын тілінде берді деп ойлайсыздар? Өйткені көп нұсқаулықтар ағылшын тілінде, және де ең бастысы оқушылар біз шет елге әртүрлі жағдайда шыққан кезде нұсқаулықтар шартты таңбалармен, белгілермен, бейнероликтермен бізге көрсетіледі. Сол үшін біз ағылшынша нұсқаулықтарды түсініп, үйренуіміз қажет екен. Сонымен Лондон марафон тобы бізге тапсырманы оқиды. Сіздерде қандай спорттың түрі берілді? Нұсқаулықтың түрі? Таңғы жүгіру нұсқаулығы. Таңғы жүгіру нұсқаулығы, тамаша. To run faster, try adjusting your running form, which can help improve your speed and aerodynamics. Таңғы жүгіру нұсқаулығы. Ең бірінші алдыға қарай қозғалу, аяқпен итеру керек. Қолды 90 градуста ұстап жүгіру керек. Күнде жүгіру керек. Төрттебе ісқашық алдыға ұмтылу керек. Ұзақ қозғалыстан жүгірген кезде қатты тез жүгірмеу керек. Жақсы.
барлық ережесі осы, иә? Жақсы, тамаша. Сіздер осы нұсқаулық арқылы не нәрсе түсіндіңіздер? Екінші топ, Чикаго тобы. Жүгіру нұсқаулығы бізге қолды азаңдап жүгірген кезде 90 градуста ұстау керек. И темппен жүгіру керек, қатты емес. Дегенді толық нұсқаулықпен түсіндіре білді, иә? Онда сарылардың тобы, яғни Чикаго марафон тобы оқиды өзінің тапсырмасын. Сіздер тыңдап отырасыздар, кері байланыс бересіздер. Кеттік. Біздің нұсқаулығымыз скутерді айдау нұсқаулығы. To learn how to ride a scooter, first find a smooth, paved surface. Скутер айдау кезінде бізге арнайы бас киіммен тіземен шынтақты жабатын қорғанышты киюіміз керек. Содан соң скутерге бір аяғымызды қойып, екінші аяғымызмен итереміз. Және скутердің рулін жайлап бұрылғымыз келгенде. Ал егер тоқтағымыз келгенде скутердің арт жағындағы тежегішті басамыз. Жақсы. Сіздер қалай ойлайсыздар? Скутер айдаудың нұсқаулығы барынша түсінікті болды ма? Әлде бір нәрсе қалып кетті ма? Бұл топтың нұсқаулығы толық емес деп ойлаймын. Себебі ол жерде және скутерді қалай оталдыру керек, және де шамалы оны қалай дұрыс айдау керек екенін шамалы толық емес деп ойлаймын. Тағы да бірнеше элементтер жетіспейді деп ойлайсыздар, иә? Жақсы. Ендеше сіздердің нұсқаулықтарыңызды тыңдайық. To learn to swim, first understand safety before you get in the water. You should never try to learn to swim on your own. Біз жүзу нұсқаулығын жазғанбыз. Біріншісі аудитория бақылап, құтқарушы немесе үлкеншісі болса қарау. Екінші жаттығу жасау. Үшіншісі жүзе алатын бойын төмен жерді алып, сол жерде жүзу. Төртіншісі денен бір қалыпты ұстау. Бесіншісі қасында жүзе алатын көмекші болсын. Жақсы, меніңше толық орындаған сияқты. Сіздер қалай ойлайсыздар? Нұсқаулық дұрыс, толық болды ма? Менің ойымша нұсқаулық толық сипатталып берді. Барлық керекті жаттығулар мен керекті қимыл әрекеттерін бәрі дұрыс сипатталды деп ойлаймын. Ендеше онда бізде соңғы топ қалды, өзінің тапсырмасын оқитын. Бұл Берлин марафон тобын, Лондон марафон бағалайтын болады, сондықтан сіздер мұқият тыңдап отырыңыздар. Сіздерде қандай нұсқаулықтың түрі? Велосипедшінің. Яғни велосипед айдаудың нұсқаулығын тыңдайтын боламыз. To learn to ride a bicycle, first find a flat, open area that's far from traffic. Велосипедке арналған қорғаныс заттарын кию, тежегішті тексеру, орындықты аяғын жететіндей қылу, аяғының деңгейінде орнату. Бір аяқты педальға, ал екіншісі жерде тұру. Бір аяқпен жерден қозғалуды бастау, екінші аяқты да педальға қою, жылдамдықты жолға қарап көбейту, тежегішті мұқият басу, көмек керек жағдайда достарынан көмек сұрау. Жақсы. Тамаша, ендеше біз кері байланыс жасасақ, велосипед айдаудың толық нұсқаулығын ала алдық па? Менің ойымша Берлин марафонының нұсқаулығы толықтай жазылды, яғни ол жақта велосипедті қалай айдау және де қауіпсіздікті қалай сақтау туралы толықтай айтылды. Менің ойымша барлық топ өзіне берілген тапсырманы 100%-ға орындап шықты. Яғни сіздерге берілген бейнеролик арқылы сіздер нұсқаулық жаздыңыздар, иә? Тамаша, ендеше біз келесі бөлімімізге өтеміз. Ендеше бізде жеке жұмыс. Мына алдарыңызда осындай қағаздың қималары берілген, яғни карточкалар берілген. Сол карточкалардағы осы шартты белгілерден сіздер марафоншыға арналған нұсқаулық құрастырып қоясыздар. Ол жерде нұсқаулықтың реттілігін сақтайсыздар. Бірінші финишқа жету керек па, немесе киімді, немесе жаттығу жасау керек па, осы нәрселердің барлығын сіздер ескеріп, қазір әркім өзі жеке жұмыс жасайтын болады. Кеттік. Нұсқаулықтың реттілігі осылай болады екен. Енді сіздерде кімде дұрыс болды, кімде дұрыс болмады? Сіз қай жерден қателестіңіз? Екінші мен үшінші екінші мен үшіншінің орны ауысып кетті. Тағы кімде қандай?
Мен ана үшіншісін аяқ киімде ойлап қалдым. Сөйтіп екіге қойдым. Жақсы, түсінікті. Иә, бұл шарт белгілер түсінуде ешқандай не жоқ, әркім әртүрлі түсінуі мүмкін. Тағы сіз? Мен қазір бәрі дұрыс болды. Сізде бәрі дұрыс, тамаша. Менде нұсқалық жасау бүкілі дұрыс болды. Біріншісі ол жаңағы дресс-код сақтау, яғни арнайы киімді кию. Екіншісі жүру алдында әрдайым жаттығулар жасау. Екіншісі рұқсатсыз жүгірмей кету. Одан кейін жүгірген кезде бүкіл нелерді сақтау, ережелерді. Үшінші ылғалына міндіру. Яғни су әрдайым өзіңізбен бірге қажетті бір мөлшермен тұру. Жақсы. Сізде? Менде бәрі дұрыс болды. Менде біріншісі дұрыс киім кию, екіншісі жаттығу жасау, үшіншісі дұрыс аяқ киім кию. Яғни дұрыс аяқ киім кию сізге түсінікті болды ма? Менде де бәрі дұрыс болды. Адам бірінші киімін киеді, сосын жаттығу жасайды. Үшіншісі аяқ киімін тексереді, дұрыс киеді. Төртіншісі жүгірген кезде дұрыс жүгіреді и өзімен су алып алады. Иә, жақсы. Яғни бәрі сізге түсінікті болды, иә? Сізде қайсысы дұрыс болмады? Менде екінші және үшінші карточка ауысқан. Бұл жерде бірден жүгірудің орнына жаттығу жасау керек деп ойлаймын. Иә, сол екеуінің орнына ауысып кетті. Сізде? Менде су ішу нұсқалау қате болды. Мен жүгіруден алдын су ішу керек деп ойладым. Негізінде суды жүгіріп болған соң сәл демалып, одан кейін ішу керек екен. Сізде барлығы дұрыс болды ма? Жоқ, мен екінші, үшінші нұсқалық менде ауысып кеткен. Мен ойымша маяқта бірден жүгіру деген ойлағанмын, бірақ маяқта бірінші жаттығулар істеу керек деген түсіндім. Иә, бірінші жаттығулар істеу керек деген орнына ауысып кеткен екен. Жақсы. Сізде? Мен екінші мен төртінші нұсқалықты ауыстырып жібердім. Мен ойымша марафонның алдында су ішу керек деп ойлағам, алайда мен қателестім. Жақсы. Иә, сізде нұсқалықтың қай түрлерінде? Менде нұсқалық дұрыс болған. Жақсы. Ендеше оқушылар, біз нұсқаулықтың реттілігін де орындауды үйрендік. Яғни нұсқаулық жасаған кезде міндетті түрде реттілікке мән беруіміз қажет екен. Тамаша. Ендеше бізде бекіту тапсырмасы, бұл сіздердің әрқайсыларыңызға жеке берілген QR код. Осы арқылы сіздер сабаққа бекіту тапсырмасын және кері байланыс тапсырмасын бірден орындай аламыз. Бұны орындауды білеміз. Егер А нұсқасын айтатын болсақ, А деген жоғары жаққа қаратамыз. Б нұсқасын айтатын болсақ, Б-ны жоғарыға қаратады екенбіз. Сонымен біз қазір бекіту тапсырмасын бастаймыз. QR кодтарыңыз маған қаратыңыздар, мен камерамен осылай алам, содан кейін барып, мына жақтан статистика шығатын болады, иә? Жақсы, ендеше бекіту тапсырмаларын орындадық және кері байланыс бердік. Бүгінгі сабақта сіздерге қиындық тудырған не нәрсе болды? Нұсқалық жасауда менде осы ағылшынша сөздердің кейбіреулері түсініксіз болды. Сондықтан оларды жалпы не туралы айтқан түсіну маған қиындыққа соқты. Маған қиын болған осы марафоншының нұсқаулығын рет-ретімен қойда өте қиын болды. Себебі біз өзіміздің ойымызша қойғанымыз байланысты бізде сәл қателіктер де болды. Ал енді жауабын білгеннен кейін біз енді қандай нұсқалықпен жүгінгеніміз жөн екенін білдік. Маған осы сабақта қиын болған бұл карточкалар ретімен қою. Құрметті оқушылар, бүгін сонымен біз нұсқаулық жазуды үйрендік. Жүгіру тақырыбындағы марафондардың түрлерімен таныстық. Бізде бүгін қайта қарау керек мәселе, яғни шартты белгілермен жұмыс жасауда біз реттіліктерді бірнеше оқушы шатастық, ал қалған нұсқаулық жазуды барлық оқушы орындап шықты деп ойлаймыз. Бүгінге осы. Сау сәлеметте болыңыздар.